Қайырлы күн достар, менің есімім Гүлбану, менің әңгімелер YouTube каналыма қош келдіңіздер. Жай намаздағы еркек екінші бөлім. Сол сәтте бір нәрсе сынып кетті. Алғаш рет ол қорықты, шынайы. Бірақ бірнеше секундтан кейін үн өзгерді. Кешір, деді ол. Құрметті достар, әңгімемізді бастамас бұрын кім қай өңірден тыңдап отыр осы туындыны? Комментарийға жаза кетсеңіздер, лайк баса кетсеңіздер, сіздер үшін ештеңе болмайтын болғанмен мен үшін маңызды. Сіздерге көтеріңкі көңіл күймен осы туындыны тыңдауларыңызға тілектеспін. Дауысы жұмсарды. Мен қызғандым. Қызғану сүннет. Айсана үндемеді. Мен сені жоғалтып алғым келмейді, деді. Сол сөз тағы да жүрегін жұмсартты. Міне, осы жерде ол қателесті. Өйткені ол қорқынышты махаббатпен шатастырып алды. Жарайды, деді. Бірақ ішінде бір нәрсе айқайлап тұрды. Бұл дұрыс емес. Сол түні Айсана ұйықтай алмады. Төбеге қарап жатты. Көзінен жас ағып жатты. Мен әкем сияқты адамды қалаймын деген едім. Ал бұл сол адам ба? Жауап жоқ. Тек жүректегі ауырлық. Ақиқатпен бет-бе-бет. Сол күннен кейін Айсана бұрынғыдай болмады. Телефонға қараудан қорқады. Хабарлама келсе, жүрегі шымырлайды. Бірақ соған қарамай күтеді. Бұл махаббат емес, бұл байланып қалу еді. Бір күні Нұрсұлтан тағы шақырды. Кел, сөйлесейік, деді. Айсана бармауға тырысты. Бірақ аяғы өзі апарды. Олар бұрынғы орынға кездесті. Нұрсұлтан тұр, қарап тұр. Бірақ бұл жолы көзінде жылылық аз. Неге салқындап кеттің? Деді бірден. Айсана үндемеді. Мен саған сұрақ қойып тұрмын, деді қаттырақ. Сол сәтте қыздың ішінде бір нәрсе көтерілді. Сен де өзгердің, деді ақырын. Нұрсұлтан күліп жіберді. Бірақ ол күлкіде ешқандай жылу жоқ. Мен өзгермедім, сен өзгердің, деді. Жоқ, деді Айсана. Бұрын сен бұлай сөйлемейтін едің. Үнсіздік. Сосын Нұрсұлтан жақындап келді. Сен мені тыңдау керексің, деді. Сол сөз Айсананың жүрегіне ауыр тиді. Неге? Деді. Себебі мен еркекпін, деді ол. Міне, осы сөз бәрін өзгертті. Айсана алғаш рет оған бөтен адамдай қарады. Мен сенің меншігің емеспін, деді ақырын. Нұрсұлтанның көзі өзгеріп кетті. Қайта айтшы, деді тістеніп. Айсана қорықты. Бірақ бұл жолы үндемеді. Сенде басқалар сияқтысы екенсің, деді ол. Сол сөз қатты тиді. Жоқ, мен жай ғана өзімді қорғаймын, деді Айсана. Бір сәт екеуі үнсіз тұрды. Сосын Нұрсұлтан қолын сермеп, бар, қайда барсаң да, бар. Айсананың жүрегі шым ете қалды. Бұл жолы ол тоқтамады. Бұрылды да жүріп кетті. Артынан ешкім тоқтатпады.
Сол сәтте ішінде бір нәрсе үзілді. Үйге келгенде анасы отыр екен. Айсана есіктен кіре сала жылап жіберді. Анасы бәрін түсінді. Ештеңе сұрамады. Тек құшақтады. Мен қателестім, деді Айсана жылап. Анасы басынан сипады. Кейде жүрек көзді жауып тастайды, деді. Ол жаман адам емес сияқты еді, деді қыз. Қызым, деді анасы жай ғана. Намаз оқу жақсы, бірақ мінез одан да маңызды. Сол сөз Айсанаға қатты тиді. Мен оны жақсы көрдім, деді. Ол сені қорқытты, деді анасы. Үнсіздік. Айсана көзін жұмды. Иә, шындық осы еді. Сол түні ол шешім қабылдады. Мен өзімді жоғалтпаймын. Бірақ бұл соңғы нүкте емес еді. Өйткені Нұрсұлтан оны оңайлықпен жібермейді. Қайтып келген, бірақ өзгермеген. Бірнеше күн өтті. Айсана тыныштала бастады. Телефонын қолына алмайтын болды. Жүрегі баяу болса да өзін жинап келе жатқан. Бірақ бір кеште телефон шырылдады. Нұрсұлтан ұзақ қарады. Көтермей қояйын деді. Бірақ көтерді. Айсана, деді ол. Дауысы әлсіз. Бұрынғыдай қатты емес. Кешір мені, деді. Айсана үндемеді. Мен ашумен айттым. Мен сені жоғалтқым келмейді. Сол сөз тағы да жүрегіне тиді. Мен де қателестім, деді Айсана ақырын. Сол сәттен бастап бәрі қайта басталғандай болды. Олар қайта сөйлесті, қайта кездесті, бірақ бір нәрсе өзгермеген еді. Нұрсұлтанның ішіндегі ашу. Бір күні ұрыс қайта басталды. Себепсіз, ұсақ нәрседен. Сен әлі де өзгермедің, деді ол. Мен не істедім тағы, деді Айсана шыршып. Сен мені тыңдамайсың. Мен адаммын, деді Айсана. Менің де өзім ойым бар. Сол сәтте Нұрсұлтанның көзі қарауытып кетті. Онда тыңда, деді қатты. Мен саған талақ. Айсана қатып қалды. Тағы да талақ, деді ашумен. Қыздың жүрегі тоқтап қалғандай. Үшінші рет талақ, деді. Үнсіздік. Ауыр, қорқынышты. Айсана не болғанын түсінбей қалды. Сен енді маған әйел емессің, деді. Ол. Сол сөз оны ішінен құлатты. Айсана артқа шегінді. Көзінен жас тоқтамайды. Сен не айтып тұрсың, деді сыбырлап. Нұрсұлтан ашумен. Бұл дін, деді. Бірақ ол өзі де түсінбей тұрған еді. Айсана үйіне жүгіріп келді. Жылап, қалтырап. Анасы бірден түсінді. Не болды, деді. Айсана бәрін айтты. Үзіліп, жылап. Анасының көзі өзгерді. Ол не айтып тұр, деді қатты. Талақ, деді 3 рет. Деді Айсана. Анасы терең демалды. Қызым, деді сабырмен. Дінді ойыншық қылған адам қауіпті. Айсана жылады. Ол айтты, мен енді басқа еркекке тиюім керек деп. Сосын ғана қайтып
қайта алам деді. Анасы бірден жоқ деді қатты. Бұл дұрыс емес. Бірақ ол дінде солай деді. Дін бұлай қорламайды деді анасы. Бұл адамдардың бұрмалағаны. Айсана қатып қалды. Тағы деді қыз. Әйел 40 күн бос жүрсе шайтан азғырады деді. Анасы ашуланып кетті. Бұл жалған сөз. Қызым, ол адасқан адам. Сол сәтте Айсана алғаш рет түсінді. Ол махаббатта емес, қорқынышта өмір сүргенін. Анасы оны құшақтап, мен бармын деді. Ешкім сені қорламайды. Айсана жылап жіберді. Бұл жолы ішінде бір жеңілдік бар еді. Сол сәтте ол шешім қабылдады. Енді қайтып бармайды. Ана қорғаны. Сол күннен кейін Айсана өзгерді, жылау азайды, бірақ ішінде бір суықтық пайда болды. Телефонды өшіріп тастады. Ешкіммен сөйлеспейді. Бірақ тыныштық ұзаққа созылмады. Бір күні есікті біреу қатты қақты. Айсана селт ете түсті. Жүрегі дүрсілдеп кетті. Анасы есікке жақындады. Ашты. Сырттан Нұрсұлтан. Көзінде ашу. Ішінде бір ызғар бар. Айсананы шақыр деді бірден. Анасы есікте жартылай жауып тұрды. Не керек саған? Деді суық. Мен әйелімді алып кетем, деді ол. Сол сөз үйдің ішін тітіркентті. Айсана іште қатып тұр. Анасы бір қадам алға шықты. Ол сенің әйелің емес, деді нық. Нұрсұлтан ашуланып, мен 3 рет талақ айттым. Енді ол басқа еркекке тиіп, сосын ғана маған қайтады, деді. Анасы көзін тіке қарады. Сен не айтып тұрғаныңды өзің түсінесің бе? Деді. Бұл дін, деді ол. Жоқ, деді анасы қатты. Бұл сенің надандығың. Үнсіздік. Нұрсұлтан сасып қалды. Қызымды қорлап, қорқытып, енді тағы келіп тұрсың ба? Айсананың жүрегі дірілдеп тұр. Бірақ бұл жолы ол жалғыз емес. Шық үйден, деді анасы. Мен оны жақсы көрем, деді Нұрсұлтан. Жақсы көретін адам қорқытпайды, деді анасы. Бұл сөз ауада ілініп қалды. Нұрсұлтан үндемей қалды, бірақ тағы бір әрекет жасады. Егер сен 40 күн еркексіз жүрсең, шайтан азғырады, деді. Анасы ашуланып кетті. Жетеді, деді қатты. Бұндай өтірікпен қызымды қорқытпа. Далада жатқан қызым жоқ. Бұл надандардың ойлап тапқаны. Айсананың көзі ашыла бастады. Сен намаз оқығаныңмен жүрегіңді тәрбиелемепсің, деді анасы. Сол сөз Нұрсұлтанға қатты тиді. Бір сәт үндемей тұрды. Сосын кері бұрылды. Ештеңе деместен кетіп қалды. Есік жабылды. Үй ішінде тыныштық. Айсана орнында тұра алмады. Жүгіріп барып анасын құшақтады. Рахмет, жаным ана, деді жылап. Анасы басынан сипады. Әйел өзін қорғай алмаса, оны ешкім қорғамайды. Айсана көзін жұмды. Сол сәтте ол шындықты толық түсінді. Намаз оқитын әр адам дұрыс адам емес екен. Ал шынайы ер адам әйелді қорғайтын адам. Жүрек қайта тірілгенде. Күндер баяу өтті. Бәрі баяу, асықпай. Айсана бұрынғыдай емес, жыламайды. Бірақ ішінде бәрі өзгерген. Телефонды сирек ұстайды. Көбіне өзімен. Кейде терезе алдында ұзақ отырады. Ойлайды. Мен қалай осындайға жеттім? Бірақ бұл жолы
ол өзін кінәламайды. Себебі ол түсінді, махаббат деген қорқыныш емес. Анасы қасында әр күні жай ғана сөзбен емес, тірегімен: «Қызым, сен әлсіз емессің», деді бір күні. Айсана күлімсіреді, баяу, шынайы. Сол күннен бастап ол өзіне қайта орала бастады. Кітап оқуға қайта дайындала бастады. Арманы есіне түсті: дәрігер болу. «Мен әлі кеш емеспін». Бір күні ол сыртқа шықты. Жай ғана таза ауада демалу үшін. Көшеде келе жатыр. Бұрынғыдай емес, басы төмен емес, тік. Сол сәтте біреу есік ашып тұрды. «Дәріхананың, өтіңіз», деді бір жігіт. Айсана тоқтап қалды. Жігіттің дауысы жұмсақ, көзі тыныш. Айсана кіріп кетті. «Рахмет». Жігіт жай ғана күлімсіреді. «Ештеңе емес». Қысқа ғана сәт, бірақ ішінде бір тыныштық қалды. Ол жігіт қарапайым еді. Айқай жоқ, қысым жоқ, қарапайым құрмет. Айсана сыртқа шыққанда жүрегі біртүрлі жеңіл болды. Бұл махаббат емес, жоқ. Бұл қорқынышсыз сезімнің алғашқы белгісі. Сол күні ол алғаш рет ішінен айтты: «Мен бақытты бола аламын». Өткен сабақ болды. Ауыр, бірақ қажетті. Ал алда жаңа өмір күтіп тұр. Шынайы еркім. Уақыт өтті. Айлин бұрынғы қыз емес. Ол енді үнсіз жылайтын әлсіз қыз емес. Ол өзін таныған қыз, өткенін ұмытқан жоқ. Бірақ енді ол өткенде өмір сүрмейді. Бір күні ол айна алдында тұрды. Ұзақ қарады. «Мен жеттім», деді ақырын. Бұл сөз жеңіс еді. Ол қайта оқуға дайындалып жүр. Арманына қайта оралды. Анасы қасында, әрдайым. Бір күні сол баяғы дәріханаға тағы барды. Сол жігіт тағы сонда. «Сәлем», деді. Айсана күлімсіреп: «Сәлем». Жігіттің аты Алиман. Қарапайым, сабырлы. Ол көп сөйлемеді. Бірақ әр сөзі орнымен. Ең бастысы, оның жанында Айлин өзін қауіпсіз сезінді. Бір күні олар бірге келе жатты. Алиман: «Әй, сен кейде ойланып кетесің», деді. Айсана күлімдеп: «Өткенімді есіме алам». Алиман басын изеді. «Өткен адамды сындырады, немесе күшейтеді», деді. Айсана оған қарады. «Ал мен...» Алиман жай ғана: «Сен күшейгенсің», деді. Сол сөз жүрегіне жетті. Айсана алғаш рет қорықпай күлімсіреді. Сол сәтте ол түсінді: шынайы ер адам әйелді басқармайды, әйелді қорғамайды да деп айтпады. Ол жай ғана жанында қауіпсіздік сыйлайды. Ал жалған ер адам қорқытады, қысым жасайды және оны махаббат деп көрсетеді. Айсана басынан өткенді есіне алды. Нұрсұлтан намаз оқыды. «Алла», деді, бірақ мінезі өзгермеді. Сол кезде ол ең үлкен шындықты түсінді. Намаз адамның сыртында емес, жүрегінде болу керек. Кешкі аспан. Айсана сыртта тұр. Жел баяу есіп тұр. Ол көзін жұмды. «Әке, мен дұрыс жолды таптым ба?» Ішінде бір тыныштық.
бір кезде ол ойлады, егер анам мені қорғамағанда, жүрегі шым ете қалды. Иә, кейде әйелді ер адам емес, ана құтқарады. Айсана күлімсіреді. Бұл жаңа өмірдің басы еді. Намаз оқыған әр еркек шынайы ер емес. Шынайы ер мінезімен танылады. Ал махаббат қорқыныш емес, махаббат тыныштық. Құрметті достар, осымен әсерлі әңгімемді әдемі көңіл күймен тыңдады деп ойлаймын. Қабыл алыңыздар. Алдағы уақытта менің каналымда керемет дүниелер мен туындылармен бөлісетін боламын.